Нұрғиса Тілендиев 1925 жылы Алматы облысы Іле ауданында дүниеге келген. Ол композитор, күйші, дирижер, Қазақстанның халық артисі. Ән күйлерімен қазақтың рухын, тарихын, табиғатын терең бейнелеген. Отырар сазды фольклорлық этнографиялық оркестрін құрып, ұлттық өнерді әлемге танытты. Нұрғиса атамыз 1998 жылы Алматы қаласында дүниеден өтті. Өмірі мен мұрасы қазақ халқының рухани байлығы. Бүгін біз ата рухымызға тағзым етіп, гүл қойып, жүрегімізде ризашылықты еске аламыз. Атамыздың өнері бізге ұлт сүюді, қазақтың болмысын қадірлеуді үйретеді. Нұрғиса атаның мұрасы қазақтың мәңгілік қазынасы. Ол халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталатын күйлер мен әндердің авторы. Нұрғиса Тілендиев халқымыздың жүрегіне әуез болған ұлы тұлға. Оның күйлері даланың үні, таудың сарыны, халықтың мұңы мен қуанышы. Нұрғиса Тілендиев қазақтың ұлы композитор, күйшісі, дирижер. Әр әуеннен махаббат пен рухтың күші сезіледі. Алқиса, Махамбет, Аққу өз елім сынды шығармалары ұлттық рухымыздың айғағы.